егер ұнап болса давам етеміз. Яқ деп айтпайтын шығар. Ұялғаннан болса, нормально. Бір кездер жаңа бір сондай бір мероприятиялар болып жатады ғой, жастар партияма барады. Қалай ұнап па деп сұрады дейді. Мен яқ деп жіберсе не қыламан деп қорқамын да, рас бар ғой. Адам орташа 80 жас өмір сүрсе, соның 20 жылы ұйқымен өтеді екен. 4-тен 1 да, яғни 24 сағат суткасында болса 6 сағат ұйқылаймыз. Ол ең жақсысы ол. Мен құсағалар 8-10 сағат ұйқылайтылар болады. Негізі ұйқыны неге адамдар жақсы көреді? Өміріміздің 4-тен 1 ғой. Ұйқы бұл кішкентай отпускінің кішкентай кезі да, ұйқыны. Бұна бір компьютердан ертең стендапқа тайырлап бір жазып тастайыншы деп компьютерда отырсаң ұйқың келіп бастайды да, бір сөйтіп қой ұйқылайын деп орынға барып жатсаң ұйқың ашылып кетеді да, Facebook, Instagram бәрін жұқлап бастайсың да. Сөйтіп қайттан бір жұмыс істейін десең ұйқың келіп бастайды да. Негізі анадай Wi-Fi-дай ғой, ұйқы Wi-Fi-дай да, көрпенің ішіне кірсең бар ғой, тартпай қалады жаңағы. Точка доступ не найдена деп тұрмыз, сондай да. Әр күні ойлаймыз қоя, азында дейіп, ұйқы қанбай тұрады, бүгін ұлымын интернет шұқыламай барып, ұйқып қаламын сағат 10-да деп не. Ұйқылағаны шығарсаң демен да. Сөйтіп барасаң, қолдас дейіп, жатасаң, бір болмағыр ойлар келіп бастайды да. Бір негізі ең бір ұятқа қалған уақиялар миыңнен шықпайды ғой, жаңағы ұйқыға жататын уақыт. Негізі соны бірінші ұмытуым керек, сол уақиялар бар ғой. Ұмытуым керек еді, мынау өткен уақияларды ұмытуым керек еді деп ести бересің да, әр күні бар ғой. Деп бір жатып, қазір ұйқылап қалсам, азында 7-те тұрсам, где-то 8 сағатта ұйқылайман деп. Өзің ұйқыңды есаплап жатасың да, оңмай ұйқы келе қоймайды. Ана былай ойнайсаң, былай ойнайсың, бағана көрпеше мұздай кезде ұйқылап қалым керек деген ойлап ғой, жаздың күлер. Көпшікті айландырып жіберсем, аз мұздай болды ма екен, көпшіктің мияғы деп. Солай болады ғой. Ұйқыға кеткеннен кейін қызық басылады. Жастар, жасөспірімдер түсіңізде өзсіз көресіз ғой, негізі. Негізі 40-тан өткеннен кейін өзсіз көрмесе, дәулетаға 35-тен өткеннен кейін түсіңде өзсіз көрмейсің. Сен бірге жатасаң онымен деп қойды. Емес. Өмірдің тәшвишінің өзі жетеді да, былай да. Ужас негізі азында басылады біздер үшін бар ғой. Жұмысқа бару керек, баслықпен, аналармен шыдасып істесу керек коллективте дегендей да. Растанам, мен 40-тан өттім, ужас түс көрмейтін болдым. Түсіңде ударың слабый болады ғой, негізі. Мен ойлаймын, ана Марк Грегормен түсімде төбелессем беген, оның удары слабый болатын шығар деп ойлаймын да. Түсіңде кейін бір әмбе жер гололед бола ма, бір қашсаң да аяғың дайы береді ғой, жаңа бар ғой. Кейін түсіңде жығылсаң, жетіп болмайсың ғана, түсіп болмайсың ғана ерген. Әмбе сондай шығар, түслердің бәрін бір жерден скачет етеді ау дейме адамдар. Кейін азанда бір әсіресе мектептің уақытлары болады. Ертең 2 сентябрь ұйқылап қалмауым керек, ертең 2 сентябрь будильниктен бұрын оянасаң ғой, және шоршып оянасаң, және бар түсіңде кешігіп қалған боласың ғой сабақтан. Сөйтіп анау киініп бола алмай жатсаң ба, бір өнбей жатыр, мектепке жете алмай жатсаң, оянып кетсең, еле будильник қайда? Таңғы қараңғы да. Кейін және кітап ұйқылап жатсаң, мамалар бар ғой, оригинальный оятып қойды ғой. Тұр, сағат 8:30 болды дейді ғой, тұрсаң 6:30 болды. Зор да растан. Кен негізі азында ерте тұрудың, мен лайфхак дейді ғой, жаңағы бір мәслихат берейін да, азында ерте тұруды қаласаңыз, кеште ұлымай 2 сағат ішпей, жемей ұйқылаң. Азында бір сағат жеуді қалеп оянасаң да, бір аш болып, будильник емес, асқазаның сен шыңғырлап оятады ма? Я аш болып жатың, ямаса тойып жатың қарбызға. Нан ұрғай азында ерте оянасаң. Кен жаңағы Наполеон Бонапарт суткасына 4 сағат ұйқылаған екен. Гитлер 5 сағат ұйқылаған екен да. Сондай көп жерлерді басып алған. Неге екен түсіндім олардың. Аз ұйқылаған адам ашушақ болады ғой, білесіз бе? Соң үшін армияда таңғы 5-те оятады екен да. Любой алдынан шыққан өлтіргісі кетіп тұрады ғой, бар ғой. Армияда ол сондай болу керек та. Соң үшін мен ойлаймын, аз ұйқылаған нерв қой ол бар ғой. Енді ұйқы нервті успокоить етеді. Әсіресе кішкентай балалардың ұйқысы, білесіз ғой? Кішкентай балалы болғаннан кейін сол ұйқы болса нервің тынышталып қалады ғой. Әсетіп қалсаң да, ол өзің ұйқылағаннан бетер әсетсең Аллаға. Құласы сондай, өміріміздің енді 4-тен 1 деп жатырмыз ғой. Себебі бұл передача кеште беріледі, аз ұсыны көріп болып ұйқылаң, негізі аз түсте түсіріп жатырсыздар. Рахмет, бір шапалақ қошеметтер керек. Ал ендігі резидентіміз бір шапалақ қошеметтерменен мангу берді. Бір шапалақ қошемет.
Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көпшілігі студентлер екен, иә? Түстен кейін оқитындар бар ма? Біздер азанда оқитындарды көре алмаймыз, ә? Біздер барсақ қайтып кеткен болады да олар. Біздерге айтады, жаңағы, сіздер түстен кейін оқитындарға жақсы ғой дейді, обедке дейін ұйықтайсыз дейді. Ол меніңше қосылмаймын ол. Мен мысалы обедке дейін ұйықламаймын. 11 мен үшін обед емес. Себебі мен 11-де азанғы шайымды ішемін. Специально мен 11-ге дейін ұйықтаймын ғана. Үйдің шай ішіп болсын деп өзім арқайын ішкім келеді да шайды. Өзің шайың болады ғой жаңағы. Сен 2 кесе қалған болады. Жылытып ішесің. Қасықпен бетінде қаймақларын аптайсаң. Екінші кесең уже шәмбе түседі ғой сен. Телевизор көріп ішесің. Бір күн телевизор көріп жатсам, телевизордан естіп қалдым, бір бизнесмен интервью беріп жатқан екен. Мен өз бизнесімді 3-ші класста басладым дейді, жаңа шырпы сатып басладым дейді. Мен айттым, кеш басылғансаң дедім. Мен мысалы менен сұрайтын болса, мен бизнесімді 1-ші класстан басылғанмын дедім. 5 жастағы сүннет тойды қосып жатқам жоқ мен. Қиыншылықпен табылған ақша бол. Қаншама көз жас кеткен оған. 1-ші класстан басладым. Бұл Рамазаннан басладым мен өзім бизнесімді ораза айында. Рамазан басланғаннан başlayсаң, бірінші күн 3 бала болып шығасаң, бір бала жаңағы Рамазанды қатты айтатын болады, бірақ ақ көкіректе жаңағы бауырсақ кәмпит берсең жүре береді ғой жаңағы қасыңда. Ақырына дейін айтады, сөйтіп бір сәл сөз өтетін бір баланы алып жүресің қасыңа, жаңағы біреулер кіріп барса, бізде кіреміз ой үйге деп қояды да жаңағы. Сөйтіп мен сәл ортасында нелеу болдым, бірақ мен пәтияны білетін ем. Соңғы постоянно қасында алып жүретін еді. Біздердің өздеріміздің баратын үйлеріміз біледі, клиенттеріміз бар еді әммеміздің. Бірінші болып соларға баратын ек, солардың ақшасын алып алсаң, енді олар бермей қалатын болса, екінші вариант ағайынның үйінен басайсаң, жолым болсын деп. Бірінші ағайынның үйлеріне барып аласаң, сөйтіп бізде бір күнде Рамазанды 2 мезгіл айтатын ек, обедте барсаң, себебі біреулер кеште кел дей жібереді, яқшы жейсің. Бізде сөзімізде тұрып кеште баратын ек. Бірақ жаңалар сөзінде тұрмайды ғой. Үйін іліп тастайды, болмаса итін жіберген болады. Бір апалар шығады, болмаса не бәле қайта-қайта келе бересіз, бағана бере жібердік қой деп. Сөйтіп жаңа сыртқа былай қарай шығасаң, асты астына. Айтыр түсінік берсін, айтыр түсінсін, біздер теп кетесің. Сөйтіп жаңа қәмме ақшаны кеште жинап, мамаңа апарып бересің ғой, қуанып жаңа ақша бергеніңе. О, мамаң ертесіне келген, Рамазан айтып келген балаларға беріп жібереді екен жаңа ақшаны. Сонша күйіп пісіп қаласаң, сөйтіп, негізі Рамазан жақсы, мысалы бір жағынан милли дәстүр, екіншісінен ядлау қабілетің күшейтеді. Сөйтіп бір жағынан танысынан көбейтеді, қоңсыларды танисаң, кімнің кім екен. Кішкентай кезінде Рамазан айтқан адамларды үлкейгеннен кейін билер айтушылық қалады екен жаңағы. Біледі екен да ол қайсы үйде кім иті бар, несі бар, бәрі затын айтып береді екен, сөяққа жібереді екен. Менде қысқаша солар, сіздермен Мангуерт Конабаев болды. Білесіз ба, қатты денсаулыққа әтібар береміз қой бізде. Қалай денсаулықларың жақсы ма деп сұрасады да, мысалы, қалай айлықларың көбейіп өтпе демейді сәлемдескен уақытта. Саламатлығың жақсы ма дейді, саламат бол деп кетіп баратқан уақытта бір айлығын мысалы, қалай категорияларыңыз өссін демейді ғой еш, саламаттықта көрсек деп айтады. Денсаулыққа әтібар береміз да бізде бір ғой. Енді бір аурулар болады да, олар больницада жатқан уақытта мына врачтар бірден тәуір қылып жібермеу керек та оларды. Олар бір әз етіп ауырып жатайын деп жатқанлар да, олар больницада бар ғой. Больницада жатып палаталастармен қатынасып кетеді ғой жаңалар бар ғой, білесіз ба? Сол больницаға жатып болып, мұрындық баласына айтады, ал кім балалардың бәрін айт, мен больницада жатып жатпан деп, айтушы біреу айтып шығу керек та оған да. Ізінен кеуін сұрап барудың өзі үлкен бір, ол больницада жату искусство да негізі бар ғой. Растан барсаң, ауа деп жаңағы, қалай тәуір болдыңыз ба шығасыз? Яғау, елі 2 мұрындық бала құдам келмеді елі қалқабаттан деп бар ғой, список қойып жатқан шығар деп ойлайсаң ғой, бар ғой. Растанам, оның ізінен ана-мына ауқат апы, ойланып қалсаң, не апараман деп негізі санады, пельмен өтпейді ол жерге бар ғой. Негізі пельмен мүлде ауқатымыз ғой, больницаға ізіне апарады, не? Кейін больницаға барған уақытта, сіздерге лайфхакта ақ көкірегің шығып деп, мынандай палата қаяқта еді демең, сразу кіріп не? Деп сразу бір комиссия деп өтіп кетуің керек та, мысалы ақ көкірегің шығып, не ма десең болды, сразу бақила сатып ал дейді да ол да.
Соның үшін сразу бұрыннан келіп жүргенде аз-азмен шығамыз ғой деп кіріп кетесің да ана жақта. Ол жерден ебілеп гапын өткізіп өтесең, бірақ ана екінші, үшінші этажға барған уақытта санитаркалар «Асте, адамдар жуып жатқан екен деп ойламайсыз, тихий час қой азыр» деп бақырады. Не деген тихий час анау деймін да. Комадағылар оянып кеткен шығар деп ойласаң. Бір өзіңнен кеуіл сұрап барсаң, бір өзіңді бір доғдырдай сезіп қаласың да, бір иініңе халат жоқ беріп жібереді ғой. Сонда қалай анау ізінен кеуіл сұрап барған нормально ма? Алып жатқан уақыт болды ма не? Бір-екі. Ізден кеуіл сұрап барған адам халатпен барса, анау врач келді деп ойлап, тәуір болып кете ме деп ойлаймын да. Мысалы, городдерге түсінік хат жазуға барған уақытта милицияның киімін кигізбейді ғой сіздерге. Бірақ кеуіл сұрап барған уақытта врач ақ халат кигізіп, не деген? Кейін ізінен апалардың ізінен кеуіл сұрап барсаң бар ғой, яқ керек емес деген затлар бар ғой, білесіз ба? Яқ керек емес, ауысып санитарларға беріп атпыз деп, 1 литр ауқата барсаң 3 литр алып қайтасың ғой. Пряник бір затларды беріп жібереді. Яқ жетіп жатыр. Сол ес-сат жемейді, негізі ана қапталындағылар аш болып жатыр ғой, алу керек ет деп. Соларға беру керек қой негізі деймін да. Сол яқ дей бергеннен кейін витамин жетіспейді ау деп ойлаймын да аналарға, апаларға не. Сол растаймын сол. Бекем денсаулық тілеймін Сәмеге, бір шапалақ қошеметтер. Біз ендігі резидентіміз Емберген 98 шапалақ қошемет Мұса Шалмет. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Денсаулығыңыз жақсы ма? Стендапқа қош келіпсіздер. Қызлар, маған аяншы көзбен қарамаң. Мен өзі сондайман. Сұлу қызларды көрсем, албап тұтыңқырап қарамаң. Сіздер қуана берің, сіздер сұлу екенсіздер. Қазір мен сөзімнің жұмақлану, қайт жұмақланады деп ойлап отырған шығарсыз. Мен сөзім сериалға ұқсайды да, адамларның діңкесін құртады. Мені көп телефон компаниялары жақсы көреді. Себебі айына 2 мәрте минут аламын. Құтылуға саңыз болады, қазір минут VIP болып кетті сөйлесу. Тұтырудың пайдалы тәріпі де бар екен. Видеомонтажда қию аңсат болады. Сілер де бір асықпай арқайын түсініп ойлап күлесілер. Мен өзімге ең пайдасы тиетін жері, мысалы, бір қызға сені жақсы көремін дегенде анау реакциясын көрсе, бүтілі оқатса бірден гәпті өзгетіп жібере аламын да. Мен не деймін? Мен сені жақсы көремін деп айта алмаймын. Сені дос сыпатында құрмет қыламын деймін. Көп жолдам айтады, бұндай тұтыңқыру албыраудың алдын алу үшін бір сен Хазет промо-эфирде отыр деді. Промо-эфирден отырып көрдім, бір албырап тұтырып қалдым. Қатып атсаң деді маған. Мен бұл гәпті оқып өзімнен қатып қалдым. Алдынан айтып қойын, сіздің телевизионыз қатып атқан жоқ. Мен соң кесен ажағымнан таяқ жегенмін уақытында. Бір күні малы жайлап келді, су ішті, яман көп су ішті. Көп ішті да. Сөйтіп, ажағым су бердің ба дегенімде, ажағыма айттым, малла өліп қалғанын ша деместен таяқ жедім. Малларды өлтіріп қойып, неғып жүрсең деді маған.
Hazır жасым 25-те. Мен албамай тұтын құрамастан түсінетін қыз іздеп жүрмін. Ана телефоныңызда YouTube'те видео көресіздер ғой. Сол кезде е татып қалса қатып қалады ғой, иә. Менің атым Емберген, Е. Егер жыдан келетін болғанда тез сөйлейтін атым. Сөйтіп, көшеде өтіп батсам, бір сұлу қыз көрінді. Енді сұлу қыз көрінсе тұтынға балбайтын әдетім бар ғой енді. Соқта көшеде басқа ешкім жоқ. Маған кісі копия керек болды. Соқта кіс дегенім шекем. Көшенің әме пішқылар мен қасыма жинап алды. Мен жиналысыларды ұлыма жақтырмаймын. Себебі көп сөйлеу керек ояқта. Маған қағазбазылық жұмыслары яман ұнайды, документация. Егер мен басылық болатын болса, ұлыма жақсы басылық болатын шығамын. Ұлыма жиналыс өткермеймін. Тек жазба түрде тапсырма беріп бастаймын. Мен өмірде қиналғанмын. Бұл не албау тұтынғы емес, сұлулықтан қиналғанмын. Сұлу болудан аңсат емес екен. Қызларды енді түсініп басладым. Білесің ме, ол мені көрсе қыздар қайтып қарайды. Қыздар құяшқа қарағаныңызда қайтып қарайсыздар. Құяшқа жазда құяшқа бүйтіп қарасаңыз неше минут қарайсыздар ең көп дегенде. Онша қарамайсыздар ғой жазда. Қыздарым сондай маған өйтіп көп қарамайды. Мынау сұлу жігітке мен лайық емеспін дейді. Сонда мен де құяшның нұры шығатын ма деп ойлаймын да. Негізі бұлаған елде картинка. Қаймесі менен шығаты құяшның нұры. Өткенде Жорам менен концертке бардым. Жаңа Жорам съемка қылып отырды. Концерт тамам болғанша съемка қылып отырды да. Неге съемка қылып атасың десе, үйге барып көремін дейді. Бұл тұтынғыға олма байланыс жоқ, просто қызық болсын деп айтып едім. Азыр қызларының туфлисі, балалардың кроссовкасы ұшып маңлайынға тимесе алды мен қашып қалайын. Өтібаңыз үшін рахмет, алдыңызда Емберген 98 болды. Әулем бар баршаға ассалаумағалейкум. Мен сіздермен аз сондай бір андай бір басқаша инсан ақылын сөйлеп жатпан, қатты бір ұлы адам ақында, өзім ақында. Менің атым Ислам, фамилиям Юсупбаев, Шымбайда тұрамын. Мен негізі Құдайға шүкір студентпін. Студент болғаным анау-мынау емес. 4-ші курспан, университет шет тілде оқимын. Құдайға шүкір контрактпен. Рахмет. Құдайға шүкір бір тірлеуіңа. Құдайға шүкір демегенде бар бюджет болып кетпей ме ғой? Бір зат сұрап жүрейсің, арамызда студенттер бар ма? Бір қол шапалақ ұрып жіберейік. Расын айдың ауыз ашарға дейін уақыт өткеру келдіңіз қой, уақыт өтпей жатыр ма? Бірісі қатты қалды. 45 минут, 42 минут. 1 минут қалғанда өтпейді ғана уақыт дегенне. 1 минут өтуін 2 сағат күтесің ғана. Сонда айтайын деген негізі ол емес. Мұна студент десе неге көз алдына әмін көз алдына бір бишара адам керек. Ондай емес ол. Студент деген бишара адам емес олар. Ол ма ондай адам емес. Дұрыс адам емес енді, бірақ ондай адам емес те олар. Хайран қаламын айне. Мұна ағайларым үйіне баратын болсам, мысалы үшін дейді, ағайларым үйіне барып тұрған базарға барсаң, алдына сигаret шықса садақа сұрамайды ғой. Бишара деп. Ағайларым үйіне барсам, мынау кешке ауқат, мына сол бір 10-15 мың сом, мына ақшаны алып кешке ауқат жерсің дейді. Біздер ондай емеспіз, Құдайға шүкір, біздер баймыз. Қалтамызда ақшамыз сізге бұрқырап жүреді, осының өзінде. Тұра берсін, қайтарсын алады. Бір әптегі правдың ақшасы ғой. Негізі біздер сондай бір андай
үлесін қосып жүрген адамдардың қатарындамыз да студенттерде. Дүния жүзіндегі азық ауқат фабрикалары бар ғой, біздердің арқамызда күн көріп отыр, Құдайға шүкір. Білесіз бе қандай азық ауқат компаниялар, фабрикалар? Мыдан санат айтып берің қара, қойшы, Құдайды пулі. Макарон емес. Макарон деуге болады ғой. Екіншісі бар, ырдан бастанады. Қане айтшы мен? Вай. Ралтан емес. Ралтан. Студент болғаннан квартирада тұрасың ғой. Кеше квартираның балалары айтты, ораза басылған кезде ислам деді. Ринат деген балалар, өзім келіп отырмын, сөйлерді отырып боласыз. Ислам деді, квартирада 5 бала отырамыз. Келің давай бәріміз ораза ұстап бастаймыз деді. Молодец, не себеп болды, жақсы, не себеп болды десем, просто правда жетпей жатыр деді. Сонда естілері тәубеге келу деген зат жоқ па? Тәубеге келдік қой дейді. Неге десем, правда жетпегеннен кейін дейді. Сіз действительно көз алдыңызға келтірің, бізде квартирада 5 адам тұрамыз да. Спискте ол. Құдай мұнан хозяин көріп қоймай қай. Бес адам тұрғанмен үйге кеп кететін адам 15 адам. Бұлай жорыларымен. Бар ма жігіттер сәрді кеп кететілер? Күйіп жүрсіз ғой, Құдайды ғана. Инстаграмға кірсең, 3 достыңа жібердігінен күйесің. Квартира келсең, 15 адамнан күйесің. Ауылдан 10 жүріп нан келеді да, келетін адам одан көп қой, 15 адам ғой. Осы мәметтен байланып бір айтып жіберейінші, ілтимас телевизор шыққаннан ашма. Ілтимас мына квартира кеп кететін балалар Исмайыл, Асад, Асқар, Айдос, Тимур, Асқат, һәм тағы басқалар кеп кететілер. Ілтимас қайтарсын, хотя бы нан әкелмесең, бір буғанға әкеліңізші. Исмайыл, ілтимас жоқ, сен нан әкелмесең, разымын, өткенде ақ көйлекті әкелші, мынау не? Университетте қап-қара бутылкамен баратпын ғой. Орыстар намаздан шыққандай ғой. Сондай квартирада тұрсаң, бір жақсы жері, бірақ мысалы киім жетпей қалса, біреудің киіп кетесең, киім жетпесе, анаң киіп кетесең. Енді айтайын деген мына, білсеңіз, мына студент арасында қазір не зат қит. Студенттер бәрін миында жүрген нәрсе, әсіресе мына шет тілдегілерге не нәрсе қит? IELTS. Арамызда IELTS алғысы келген студенттер бар ма? Бір қол шабала құрайықшы. Қаттырақ. Құдайдың өлімі өт жүрген Тайланд шейші. Мына IELTS деген күйдіріп тұр ғой азыр. Ой, айтайыншы, айту үшін шықтыр маңға серге енді. Апой, қай ерге барсың IELTS сұрайды. Біздерде мына шет тілін рауажландыру керек дейді ғой біздер мәмлекеттен. Негіз біздер мәмлекетте мына инглиз тілі, қатты рауажланған неміс тілі болсын. Мысалы, көз алдыңызға келтірің, Америка, Германия дегендерде шет тілі төмен мына Америкада мысалы үшін. Мысалы, Инстаграм, дәлелеп беремен. Біледі, масқара біледі. Қараң, көз алдыңызға келтірің, мысалы, Инстаграмға, Телеграм кірсең, алдысына реклама шығып қалады. IELTS-ті 6 жарым білен Америкаға магистратураға кірейін. Біздерде не? IELTS-ті 6 жарым кіріп атқан жарсаң магистрға. Любой жерге жұмысқа кіретін болсаң, IELTS сұрайды. Мысалы, мен онша тіл білмегеннен кейін, білемін бірақ, онша білмегеннен кейін, кешегі пожарныйға кірейін дедім, беседада өттім, нормально өттім, IELTS-ің бар ма дейді маған. Пожарныйға не керегі бар IELTS-тің? Бір адам үй өртеніп жатыр, бір турист ана ішінде жанып жатыр. Маяқпен сумен келіп тұрсаң, өртеніп, come on baby, help me. Ана өртеніп жатқан адам сонда, help me, IELTS-тың дәрежең қандай? Болмайды ғой. Мен Балтабай деген дайым бар да, Азат деген дайым бар. Көп дайым, құлас дайлар бар. Жаңа Балтабай деген дайым сүннет істейді да. Мен қызығып жаңа жұмысына. Құлайсыз түсінбей, просто енді сол сүннет несіне қызып, қасында бардым бір күні. Практика болсын деп. Сөйтіп маған айтты. Ислам деді, сен сүннет істей бер деді, сен менің орныма деп, көресің ғой деді. Яқшы деп қайсыларды асты енді бісміллә деп басылып атсам, папасы келіп тұр жаңа балаң, кішкентай балаң. Английский мұғалім бе түсінбедім. Бала дейді, ал сен, мына сүннет істеуден дәрежең қандай дейді. Сүннет істеуден менен дәреже сұрап жатыр. Пресүннет аға. Элементари сүннет емес пе? Пресүннет аға. Болады. Неме аға дедім, мына сіздің балаңыздың дәрежесін қандай қылайын дедім.
6,5 қылайын ба? Я 7,5 қылайын ба дедім. Пока кішкентай ғой 6,5 болады дейді. Болды дедім. Кетіп барсам менен сұрайды. Мынаны сен қақтан алдың мынандай дәрежелер дейді. Балтабай сүннет эдюкейшннен алдым дедім. Университетте оқығаннан кейін, мына университетте студенттер неде оқиды? Группада оқиды, дұрыс па? Мысалы, группаны мен бір автобусқа ұқсатамын ғой. Мысалы, мына шопырлар, сол автобустың тьюторлары, яғни кураторлар. Студенттер сол автобустың жолаушылары, артта тікейіп тұратын контрактілер олар. Жолдан жүгіріп барып асып мінеділер ғой, деп ТП контрактілер да олар. Кейін арасында не бар? Ең хитрый бухгалтерлер бар, старшылар, автобустың кондукторлер. Отырмастан мұңсын бер дей береді. Деканатлар газ заправкалар. Автобусқа газ бермесе жұмыс істемейді олар. Құлас айтайын деймін, бір күн сессия болды, сессияда русский языктен болды. Сөйтіп мен папам русский язык мұғалім да. Құдайға шүкір, русский язык нормально знаю ғыламан. Сессияда ислам деді, яқшы деді, сен өткер емес, сен шынбай ескейсің, өмірлік лаққың жұртынан, Ибраим Юсуп жұртынан мағына, Ибраим Юсуптың өмірлік лаққа арналған 2 куплет қосын айтып берді. Өткер жібереме деді. Давай дедім, жібердім. Бір келе қонып мыңлардың бақты, пақыр-пұқара қорланған уақытта, аш жүгіргімен халықты жұбатып шынбай жақта өткен Өмірбек лаққы. Онда үй болмаған, ұлашық болған Өмірбек келіпті десе, бір үйдің шейін жыртығынан таласық болған. Дедім әнеді. Молодец деді. Рахмет. Ислам яқшысынан 5 қойып беремен, бірақ осы қосты орысшаға переводлап бер дейді да. Мен орысша переводлам керек та ана қосты. Яқшы дедім. Жігітті намыс өлдірсін бе басладым ғой. Бір келе қонып мыңлардың бақты. Один голова посадка. Тысячи судьба. Пақыр-пұқара қорланған уақыты. Самый простой человеклер говорит: мамочка, мамочка. Ащы көлкіменен халықты жұбатып, самый невкусный юмор он народты өтітой. Шынбай жақта өткен Өмірбек лаққы. Он ушел, короче, Шынбайский трасса. Әлбетте, хәзілен мінекей студенттік дәуірі, бәрібір қайталанбас дәуір. Әмемізде студент болғанбыз, студент болайын деп отқылары барсаңызға студент болын бұйырсын. Сіздерменен бірге болған Инстаграмдағы 5City'ді әр түрлі видеомен тәуелеп отқан Шынбайдан Еспаев Ислам болды. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сіздерді ең қуантатын, ең күлкілі әзіл ұсыныңменен біз Қарақалпақша стендапты жұмақылаймыз. Сондай онша қызғымыз болды ма? Яғни жаңа ең кейін айтқан әзілім деймін. Рахмет. Кілең, менің таныстарым келіп отыр ғой. Бәрі біздің Тяньшиде бірге істейтін қызлар, ұстазлар, жас үлкендер, Facebook лайк басатын достарым менің, Ибраим Юсуп, КВНде ойнаған шәкіртлер. Құласы, әмесі өзінің таныстары ғой, бағанағы айтқандай да. Бәрі бесплатно, даже 40 қыз бесплатно беріп отыр, жігіттер бесплатно шығып отыр, күлкі бесплатно. Тек арасында шапалақ ұруға ерінбесеңіз болды. Рахмет, естіп өтеміз, АТВ телеканалында таппыр басқа алжасып кетіп қайсы телеканал деп отырған шығаршы деймін да. Осы телевизордан көріп атқанлар үшін ғой біздер айтып атып сонда деп АТВ екен ғой деп қалмайды ғой ең кейде. Бірақ соған естете береміз ғой, бізден ұзақласы АТВ телеканалына деп. Құласы АТВ телеканалы Қарақалпақша стендап 40 қыз рестораннан сіздер үшін. Диққатларыңыз үшін рахмет, шапалақлар керек.